пікірімді ұсынбас бұрын алдымен ұстазға ең бірінші түсетін ол не? Ол идея. Идеяны сабақтастыру арқылы біз оны жүзеге асыруға әрекет жасаймыз. Мен бүгін сол осы уақытқа дейін қолданып жүрген, нәтиже берген сіздермен бірге ойларыммен бөліскім келіп тұр. Жалпы бұл жердегі менің басты мақсатым бұл білім беру үдерісін жетілдіру, оқушылардың білім деңгейін дұрыс тұрғысынан арттыру. Бұл жерде оқушыны бәсекелес қылдырмай өзара. Мен негізі мысалы 6-шы сыныптарға беремін, ол жердегі өзара бәсекелес болып кеткен оқушылар, өзара жарысқан оқушылар сынып арасында қарым-қатынасы төмендеуі мүмкін. Сол үшін мен оларға жалпы түрде тапсырма беруге тырысамын. Алдымен қазақ тіл пәнінде қолданатын бір әдісімді айтқым келіп тұр, бұл инфографика. Бәріміз білеміз, біз қазақ тілінде де мәтін оқимыз, әдебиетте де мәтін оқимыз. Бала былай айтқан кезде әр сабақ сайын мәтін оқып, ол тарихта да мәтін оқиды, тарихта да әңгімелеседі, географияда да дәл солай. Бірақ біз бұл жүйені қалай ыңғайластырсақ болады? Қазақ тілі пәнінде мысалы мәтінмен жұмыста бізде мақсаттар бар, қосымша ақпаратпен, негізгі ақпаратпен жұмыс деген сияқты мақсаттар бар. Осының негізінде біз балаларға графика ұсыну арқылы мәтінмен жұмысты ұсынсақ болады. Бұл бір ұтымдылығы. Келесі дәл осылай, бірақ ережемен жұмыс. Сіздер білесіздер, қазір бізде грамматикадан гөрі қазақ тілде лексикаға көп мән береміз, яғни ол жердегі баланың сөйлеуі, ауызша өзін ұстауы деген сияқты. Сол үшін бала ережені дұрыс түсіну үшін балаға ережеге инфографика бергенімізді дұрыс деп есептеймін. Келесі комикстар. Қазір мен комикстарды сіздерге түсіндіріп өтемін, өйткені қазір мен сабақ беретін жоспарыма мен сіздерге ұсынатын боламын. Келесі мен шабыттандырған тармақтар деген бағыттап жоққа шығарсыздар шығармаларды. Оқушыларға осы дүниені дамыту үшін әдебиет сабағында қолданамын. Қысқа әңгімелер деп атадым оны. Неге десеңіздер, бала қазір бір беттік шығарма, бір беттік әңгімені оқымақ түгілі бізде әдебиеттің өзінде 6-шы сыныпта 9 бет, 14 бет, 13 беттік шығармалар, әңгімелер, повестер беріледі. Бірақ оны бала толық меңгермейді, толық түсінбейді, ол автордың тілін түсінбейді. Сол үшін біз не істейміз? Алдымен баланы қызықтыру үшін қысқа әңгіме ретінде шығарманың жалпы мазмұнына негізделген қысқа әңгіме ұсынамыз. Қысқа әңгіме ол біз жаңа айтып жатырмыз ғой, жасанды интеллектті қолдану керек деп, бірақ түсіну керек, жасанды интеллект ол адам емес. Ол адамның санасындағы дүниені, идеясын алып бере алмайды. Бұл енді мен бұны әр тақырыпқа сәйкестендіріп өзім ойдан құратын қысқа әңгімелерім. Мысалы біз 6-шы сыныпта жусаниясын өттік. Бір жетім бала болыпты, балалар үйі мені күт. Бұл қысқа әңгіме болды. Қалай десеңіздер, бір жетім бала болыпты, бұл Аянның оқиғасы. Аян жетім бала болды. Аян өзінің былай айтқан кезде барлық ертегілерін бір жетім бала болыпты деп бастады. Ал соңында балалар үйіне кеттім Аян. Неге ол балалар үйі мені күт деп айтып екен? Деген ой балалардың ойында сұрақ туындады. Сұрақ, былай нәрсені түсіну керек, қазақ тілі сияқты әдебиет бұл қатып қалған қағида емес. Балада неге деген сұрақ туындауы бұл заңды. Яғни бала осы неге, қалай болды шығарма, қалай дамыды деп барып қана ары қарай нәтижеге жетуге болады. Келесі бір идея, мен жаңа бұны сабақтың соңында айтуым керек болатын, ай қорытындысы. Жалпы балалар білесіздер, марапат балаға мотивация сыйлайды. Біз бірақ көп жарыстарға, мысалы 6-шы сыныптарға бізде жарыстар жоқ. 6-шы сыныптарға тек олимпиада ғана бар. Сондықтан мен балаларға өзім ай қорытындысын жасатамын. Ай қорытындысы мысалға біз тест арқылы жасауымыз мүмкін, жылдам оқу, шығарманы меңгеру деген сияқты. Ай қорытындысының негізінде балалар өзі шығарманы қалай түсінді мысалы. Соның негізінде тест жазады, әңгіме жазады, болмаса мен Аян болсам деген сияқты тақырыптарда жүзеге асыра отырып, өздері ай қорытындысын жасайды. Сол арқылы оқушылар осылай марапатталатын болады. Келесі, енді қазіргі біз өтіп жатқан осы 6-шы сыныпта Оралхан Бөкейдің Тортай менен Ақболат деген әңгімеден үзінді деген тақырыбын алып келіп отырмын. Осы кезде біздегі оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Енді бізде осынан шығатын сабақтың мақсаты қандай? Бұл әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін оқушы анықтай алады деп берсек, біз ол анықтай алатындай балаға жағдай жасау керекпіз. Келесі, жалпы осы жаңағы жоғарыда айтқан комикстарды айтып өткен кезде көп жағдайда оқушылар, ұстаздар комикс
комикс арқылы біз оқушыларға шығарманы оқытамыз дейді. Бірақ менің ойымдағы шығарманы оқыту, шығарманы түсіну, бала тек қана комикс оқып отырса, ол жердегі эмоцияны бала түсінбейді. Жасанды интеллект бізге эмоцияны толық бере алмайды. Сол себептен алдымен біз балаға шығарманы оқытамыз, шығарманы талдатамыз. Егер 15 минут бойы бала шығарма оқу керек болса, әдебиетте ол оқуға тиісті. Бала сол арқылы ғана өзінің тілдік қорын дамытады. Сол арқылы тілдік қорымен жұмыс жасайды. Енді қараңыздар, жаңағы менің ойлап тапқан қысқа әңгімемді дәл осы Тортай мен Ақбозатта баяғыда бір жетім бала болыпты. Тортай да жетім бала болған. Ақбозат басқаның тақымында кетті. Бұл жердегі Ақбозат дегеніміз ол Тортайдың арманы. Ал басқаның тақымында кетуі ол өзінің досы Ораштың тақымында кетті ол арманы. Оның арманы жазушы болу болатын. Міне осы қысқа әңгіме арқылы біз балада қызығушылықты оятамыз. Қызығушылықты ояту арқылы ғана ары қарай жүзеге асыра аламыз. Енді қараңыздар, мынау сурет жалпы осы Тортайдың негізінде жасалған комикстің жүйесі. Бірінші комиксқа назар аударсаңыздар, Ораш пен Тортай, жалпы Тортай, Орашты, оның ертегі айтып отырған байқасаңыздар болады. Мен мұны оқушыларға тапсырма орындатуда беремін. Қалай? Шығарманы оқыдық, шығарманың сюжетін көрдік. Енді бізде фабула деген нәрсе бар, жаңағы сіздерге мақсатта қарастырып кеттік бұл дүниені. Фабула деген бұл оқиғаның рет-ретімен жүзеге асуы. Міне бізге осы комикстарды оқыту арқылы біз осы дүниені жүзеге асыра аламыз. Ал келесі Тортайды үйіне қуып жүрген кезде Тортай үңгірде өмір сүреді. Міне осы арқылы біз талдау жұмысын жүргізе аламыз. Сабақтың соңында мына дүниені ескеру керек. Әдебиет ол оқушының қиялын шектеп тастамау керек. Ол қиялымен жұмыс жасау керек бала. Балада неге деген сұрақ туындау ол заңды дүние болу керек деп ойлаймын. Сол үшін балаға өзіне қорытындылауға мүмкіндік беріп, қорытындысына ана жерде сурет қойылмаған. Сіздер қалай қорытындылар едіңіздер? Сіз Тортай болсаңыз арманыңызға қадам жасар едіңіз деген ойды айтуымыз керек. Соңында балаға мынандай ой қалыптастыру керек бұл шығармадан кейін. Арманға қадам әдісі. Яғни балаға сенің арманың қандай? Болмаса Тортай арманына жете алар ма еді? Деген сұрақтарды қою арқылы сабақтың соңында арманға әрекет жасалмаса, ол жай ғана қиял дегенді бала түсіну керек. Дәл солай оқуда да оны жүзеге асыру керек деп есептейміз. Одан кейін енді бұл ұсыныс ұрпақаралық нетворкинг. Бұл тәлімгер мен жас маман, оқушы мен ұстаздың арасында қолдануға болады. Яғни баланың психологиясын білу, бала нені қалайды, әдебиетте де, тілді оқыған кезде де. Осыны ұсынсаңыздар, талдау арқылы жүзеге асырсақ болады. Сонымен жалпы қорытынды сөзім, сіз жақсы ұста, жақсы маман болу үшін біреумен